Оозуна жарыган құс атаулының ішінде бұлбұлдың сайраған дауысына жететін үн жоқ. Сонысымен ол бұлбұл. Мына ғажапты қараңыз. Бұлбұл жұмыртқасын басып, балапанын шығарған соң, баласына басқа құстың үнін естіртпейді екен. Себеп, өзге құстың үні бұлбұлдың өз үнін сайрауға әсер етпеуі керек. Құс екеш құстың өзі әуелгіде балапанның өз үнінде сайрағанын мұқият қадағалайды екен. Құстың үні болса, адамда өз ұлтының ана тілі бар. Ана тілінің уызына жарымаған адам толыққанды ұлтына адал қызмет ете алмайды. Себебі менің өмірімде байқағаным, мал екеш малдың өзі төл дегеннен соң бірден төлін емізеді. Төл еметін алғашқы сүтті қазақ халқы уыз дейді. Уыздың нәрі адам айтса нанғысыз қасиетке ие. Уыздың құрамында организмге ең керек дәрумендерден бөлек жадының қасиетін қалыптастыратын қабілетке ие. Уызына жарыған мал ешқашан көтерем болмайды. Көтеремнен көз ашпайтын түлікті атам қазақ уызына жарымаған мал дейді. Жапон халқының тәрбиесіне тәнті боласың. 4-ші сыныпқа дейін балаларын тек өздерінің ана тілінде оқытады. Ана тілі арқылы балаларының бойына ұлттық құндылықтарын толық сіңірген соң ғана өзге тілде дәріс алуға рұқсат етеді екен. Мынау әлемде 9-ші орын алатын ұлан ғайыр даланың болашақта тек уызына жарыған ұрпақ қана уысында ұстай алады. Кез келген мемлекеттің діңгегі мен өзегі оның ұлтының ана тілі. Ана тілін ұмытқанға анасының сүтін берсең, аяғын жуат деген қазақта мақал бар. Өз тілінде сөйлей алмайтын адамның бойында ұлттық құндылықтың іргетасы қаланбайды. Іргетасы жоқ үйдің құлауы да оңай. Үміт күтіп отырған балаңызды алдымен ана тілде оқытып, уызына жарытыңыз. Уызына жарыған бала өз-ақ үмітіңізді ақтайды.